Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен жаңа Excel-дің 7-ші сыныбына арналған кітапты талдайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі бұндай талдау видеолар тек қана менде болады. Сондықтан бастаймыз. Бірінші тапсырма. Listen and repeat, make the stressed syllable. Тыңда және қайтала. Екпін түскен сөйлемді тап дейді. Сөзді тап. Сонымен бірінші тыңдап көрейік, я? Мен мына жерде қосайын аудионы. Everyday English 1D. Exercise 1, page 12. Why don't you come along too? Sorry, I can't. Do you want to come go-karting with us? Sure, why not? Түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни екпін түскен сөйлемді көрсетуіміз керек. Ол бізде Why don't you come along to come along? Sorry, I can't. So мен can't. Do you want to come go-karting with us? Want come kart us? Sure, why not? Яғни екпін деген балалар қаттырақ, дыбыстайтын сөзімізді айтамыз. Арға екінші тапсырма. The sentence in exercise 1 are from the dialogue between two friends. What is the dialogue about? Яғни, мына диалог екі адам. Және ол не туралы дейді, бірге аударып көрейік. Hi Kelly, we are going to ice skating this evening. Why don't you come along with too? Сәлем Келли, бүгін кешке біз коньки тебуге барамыз. Сен де қосылмайсың ба? Sorry, I can't. I'm having a dance lesson tonight. Кешір, бара алмаймын. Бүгін би сабағым бар. What about Saturday afternoon? Are you busy then? Ал сенбі күні түсте ше? Сол кезде боссың ба? Not really. Онша емес. Do you want to come go-karting with us? Бізбен бірге картингке барасың ба? Sure, why not? Time. Неге болмасқа? At 4:30. 4:30. That's fine. See you then. Жақсы, кездескенше дейді. Енді үшінші тапсырмада жай ғана мына диалогты өзіңнің жүгімен бірге оқуың қажет. Осы оқуың қажет және де мен саған қосымша ретінде мына бір pink бокстың ішіндегі сөздерді аударып қойдым, бірге аударып. Making дегеніміз ол бізде план, жоспар құру. Міне, қалай аударып? We are next week. Біз келесі аптада барамыз. We are thinking of planning to. Біз мен ойлап жүрміз, жоспарлап жүрміз. Мысалға, I am thinking of playing chess. Мен ойлап жүрмін, ойнауды шахматты. Why don't you? Сен неге істемейсің? What about karting? Ал картингке бару ше? Do you want to? Сен не істегің келеді? Agreeing, келісу, я? Sure, why not? Әрине, неге болмасқа? That's a great idea. Бұл керемет ой. I'd love to. Мен өте жақсы болар еді. Sounds good to me. Маған ұнайды. Келіспеу, disagree. I'm afraid I can't. Өкінішке орай бара алмаймын. Sorry, I can't. Кешір, бара алмаймын. I don't think so. Менің ойымша олай емес. Not really. Онша емес. Шын мәнінде жоқ. Thanks. Can't. Рахмет, бірақ бара алмаймын. Енді төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада айтады Find sentence in the dialogue which mean, яғни мына берілген сөздерге синоним, дәл осы мағынаны беретін сөздерді табу керек текстте. Мысалға, I'd like to come with us. Сенің барғаныңды қалар едім. Why don't you come along with us? Неге бізбен бармасқа? Екеуінің мағынасы бір. Are you free on Saturday afternoon? Сен сенбі күні түсте бос боласың ба? What about Saturday afternoon? Сенбі күні түске қалай қарайсың? Yes, sounds good. Жақсы естіліп тұр. Sure, why not? Әрине, неге бармасқа? Неге болмасқа? Let's go go-karting together. Картингке бірге барайықшы. Do you want to go karting with us? Бізбен бірге картингке барғың келеді ме? Түсіндіңдер ме, балалар, екеуінің мағынасы бірдей, бірақ жазылым жай әртүрлі болды. Бесінші тапсырма.
бесінші тапсырмада оп-оңай мына A student пен B студентпен сұрақ қою керек. Саған бір-бірімен сәлемдесу керек. Hi, how are you деп. Ask him to go. Қайда барарын сұрау керек. Would you like to go kayaking with us next Saturday? With me next Saturday? Бізбен бірге қайаққа, каякинг деген балалар ана ескекті қайық тебуге барғың келеді ме сенбі күні, келесі сенбіде? Oh, sorry, I can't. Яғни сен отказ жасауың керек. Немесе сен себеп айтуың керек. Міне, отказ жасап. Oh, sorry, I can't. Кешірші, өкінішке орай бара алмаймын. I have to visit my grandparents. Мен ата-әжеме баруым қажет. Енді сен мына жаққа suggest meeting next Sunday дейді. Неге? Жексенбіге ауыстыруың қажет. Okay, how about next Sunday then? Жақсы, what about немесе how about жексенбі күні ше? Сен yes, жауап беруің керек. Yes, жақсы естіліп тұр. Sounds good. Ask if B will busy. Ол қажет емес. Great, we could also play tennis. Біз тағы да теннис ойнай аламыз дейді. Suggest playing tennis мектепті. Ол келседі. Sure, what time shall we meet? Мына жағы suggest time, уақытты келседі. Let's meet at 3 o'clock. 3-те кездесейік. Agree, келісімге береді. Perfect, see you later. See you then. Олар егер түсінсеңдер. Бірінші сәлемдесу керек, одан кейін ұсыныс айту керек деп порядок ғой. Ары қарай 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада сендер бір артық сөйлемді белгіле дейді. Ол бізде конспектінде көрейік. Exercise 6, page 12. One. Enough. Enough. Tough. Rough. Rough. Though. Though. Әрине зор. 2. Though. Though. Although. Although. Thorough. Thorough. Dough. Though. Әрине thorough. 3. Court. Court. Daughter. Daughter. Laugh. Laugh. Haughty. Haughty. Әрине laugh. Жалпы балалар сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Егер комментарий көп болса, видеоға лайк болса, тағы да видеолар өте көп шығатын болады. Достарыңа жіберуді ұмытпа. Goodbye, have a nice day.